Ишгал етілген Қырымда патлаулар. Сақ шиыры янында олған Новофедоровкадаки русларының авиабазасында ең азындан 15 патлав yüz берді. Анда Русияның ава кайнат қоветлерінің 43-ші қырыжы учақлар бөлігі ерлеші. Оның эркенында Су-30 СМ, Су-33 ve Су-24М бомбардыман учақлары ерлеші. Андан олар Украин шиырлері ve Украин арбелері позицияларыны урмақ үшін аваға көтеріледі. Бұнен берабер анда курсантлар оқи. Қырыжы ve бомбардыман учақларынан пилот ve штурманлары. Шаатлар бірқач күчлі патлав олғанны хабереті. Олар бірі-бірі артындан ярым саат девамында яңғыраған. Новофедоровка, 9 августа. Что-то взорвалось. Грохнул так, что мы просто оглохлись. А потом второй раз еще, но чуть меньше. В воздухе вот так какие-то эти искорки летали. Короче, на стресс. Ялыны вет деңізні қаплап алған қара тұтын ратлынажыларыны қорқытты. Мамулечка, давай, надо сваливать отсюда. Тихо, тихо, тихо. И потом, что надо, да, надо ехать. Нет, это все какой-то трэш. Ишгалжилер аэродромны сарап алды. Аэродромға яқын яшаған ең азындан 30 кіші тахлие етілген. Ама телешланмақ үшін себеп yok дейлер. Русияның Мудафан әзірлігі хабер еткеніне көре Санкидерсін ракеталар сақланған мейданда бірқач учақ бомбасы патлаған. Бір инсан иляк олғаны ве 5-ші яраланғанны хабер етелер. Техника зарар көрмеді дейлер. Крымская правда газетаның версиясына көре авиабаза территориясында яқарлық юкленгені вақыт яңғын башлаған. Сонра силя едеклері патла башлаған. Бұнен берабер бірев мұқайтсызлықнен сигар яққана аққанда версияда бар. Руслар Москва крейсеріде Украина силялы құветлері тарафындан урылып, чөктірілгенінде айны шекілде изатлаған еді. Украина ички ішлерін әзірлігінің сабық меслячысы Виктор Андросев бұл ұзақтаки месафеде олған нишанларыны ура білген Хаймерс ракеталарынан ішідей. Що ж, можна вже відкрито писати. Як ви могли зрозуміти, ракети з дальністю 200-300 кілометрів вже в нас на озброєнні і застосовуються. Вибухи в Мелітополі, а сьогодні на аеродромі в Новофедорівці в Криму публічний доказ цього. Окупанти явно виявились не готові до цього факту, що бачимо з масштабів їх втрат. Це дуже добре, бо на додачу ще й означає, що в них погано з розвідкою, походу з ППО теж не дуже. Украина арбелері Новофедоровкадаки патлауларыны да ресми шекілде изатламады. Украина майджелері Донбасста русларынан бірқач истихбарат группасына yok еті Бахмут yönelişінде дигер истихбарат группаларына кечмеге yol бермеді. Баштапның малюматына көре майджелеріміз бұл жебек қысмында дұшманны шиддетлі атешнен қаршылап қачмаға мejbur етті. Бахмутның женюбінде олған Зайцева қасабасы янынан да ишгалжилер қачмаға mejbur oldu. На Донецькому напрямку за підтримки оперативно-тактичної та армійської авіації ворог проводить наступальні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається артилерійським вогнем витіснити наші підрозділи із зайнятих рубежів. Қырым шаресі олғаны қадар тез ишгалжилерден азат етілмелі. Бұақта сөз Украина президентінің Қырымдаки даими темсілжілігінің тамыр халықлар күніне бағышланған бейанатында кете. Бейанатта ишгалжилер систематик шекілде оларға бойсунмаған Қырым татар халқыны yok етмеге тырышып, тамыр халықларының ақларыны еп бозмақта деп қайдетілі бейанатта. Через діяльність окупаційних адміністрацій Криму права представників корінних народів систематично порушуються. Росія робить усе, аби позбутися традиційно нелояльного до неї кримсько-татарського народу. Застосовує політичні репресії, дискримінацію, тортури та залякування, змінює демографічний склад Криму. Тому сьогодні ми ще раз наголошуємо на необхідності якомога швидшої деокупації українського півострова, аби припинити беззаконня, яке чинить Росія.
Украина халқара тамыр халқлар күні тамыр халқларының ақлары қорчаланмасына қол тұтқанына ве ишғал етілген Қырым ишғалден азат етіліп, Украина еркенна қайтарылacağını таздықлай. Бұны Украинаның тыш ішлері назирінің бірінші муавины Менеджепар қайдетті. Оның сөздеріне көре Қырым платформасы ярамада ишғалден азат етілмесі ве тамыр халқларының ақлары қорчаланмасы үшін Украинаның ве халқара жемачылығының ғайретлеріні бірлештіре. Сьогодні, у Міжнародний день корінних народів світу, ми підтверджуємо нашу прихильність захисту прав корінних народів і поверненню Криму, де кримські татари зазнають переслідувань і тиску Росії, оскільки вони не погоджуються з окупацією та підтримують територіальну цілісність України. Украина екінші сефер халқара тамыр халқлары күніне Украинаның тамыр халқлары аққында қабыл етілген қануннен қаршылай. Ама қанунның базы бір мадделері ұйғынлаштырылмалы дей Меджлис рейсі Рифат Чубаров. Оның сөздеріне көре Меджлис Украинаның этник сиясеті ве виждан сербестлігі девлет қызметі адлиеджі ве дүнияның дегер тамыр халқларынан берабер қабыл етілмек керек олған деңішмелер лейхасына азырлағанлар. Яқын вақытта Назирлер Шурасы оларыны қабыл етіп, тамыр халқлар аққанда қанунны толысынен чалыштырмалы. Ці проєкти підготовлені, були узгоджені зі всіма міністерствами, відомствами. Вони передані в секретаріат Кабінету міністрів України. У нас є велика надія, і ми про це обговорювали з керівниками секретаріату. Ми тут хочемо дуже подякувати пані Олені Богдан за ту роботу координуючу, яку вона як голова служби провела по підготовці і в цій сфері, тобто по підготовці нормативно-правових актів представниками інших корінних народів. І у нас є велика надія, що Кабінет міністрів України найближчими днями, протягом, можливо, тижня-двох, ці нормативно-правові акти схвалить, і ми вже перейдемо на інший етап, пов'язаний з реалізацією прав корінних народів України. Украинаның тамыр халқлары аққанда қанунны юқары шура 2021 сенесі июльнан бұрынды қабыл етті. Девлет елбашысы теклиф еткен қанунда Қырым татарлар, Караим ве қырымчақлар Украинаның тамыр халқлары оларақ таныла. Тамыр халқларының темсілжі органлары да танылмақта, бұл сырада Меджлис. Қанун тамыр халқларынан дini, медениеті, урф-адетлері сақланып инкишаф етмесіні, медениет мираслары сақланмасына кефалет ете. Тамыр халқларының матбуат васталарына девлет ярдымы берілмесі де қайдетілі. Қанун тамыр халқларының милли кімілігі ясақлануыны ясақ ете. Бұнен берабер тамыр халқларының өз кележегіні белгілеме аққа таныла. Украина арбелері Түркияның кірпі адыны ташыған зырхлы машиналарынан темен етілді. Бұны таздықлаған видеоны Каховка арбелерінің командалығы пайлашты. Илк 50 машина Украинаға кетіріліп, деңіз пиядежілеріне берілді. Яқын вақытта да 150 машина кетірілмелі. Кірпі зырхлы машиналары зырхны теше білген мермілерден ве артиллерия мермілерінің парчаларынан қорчалай. Оле машиналар 7,62 ве 12,7 мм құршын атыжыларынан донатылғандыр.